Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақ сүйектің құлдың да. Соғыс деген төккен ара қыздың және ұлдың да. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сорайдаған содырлардың табысы. Соғыс деген сақаймайтын есуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Соғыс деген біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. Атаның жолы ар жолы, аңызғы байтса келер күн, баталы сөзге тоқтайтын ұл өсер деп сенермін. Ел басына күн туғанда қара қазан, сарбала қамышын деп қолына қару алып, жауға қарсы аттандаған батыр бабалары ерлігі әдетте ауыздан ауызға, ауылдан ауылға тарайды. Өткенін құрметтейтін саналы ұрпақ ежелгі бабалар аңызын құлаққа сіңіріп өсті. Дегенмен бұл күндері көпті көрген данагөй қарттарымыз азайып барады. Соның салдарынан болу керек өскелең ұрпақ бойындағы батырлықтың кімнен дарғанын білмейтін дәуірге аяқ басып бара жатқандаймыз. Көзбен көрмесек те жас үлкеннің салиқалы әңгімесін тыңдап өскен ұл ретінде осы бір кестеліктерді жазып отырмын.